Бүгінгі өрнетін қайталатын сөздердің тізімін осылай болады. Апан, тамыр, бүршік, артқа, босқа, амалсыздан, бәрекелді, табылған ақыл, жалаңаш, білек, сабалау, ыршу, сона. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Берлога, корень, почка у растений, назад, зря впустую, вынужденно, браво, отлично, отличная идея, ногой, предплечье, хлестать, вскочить, слепень. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Балық аулауда. Балардың балық аулауға барғанында оларға анасы. Кейбір жәндіктердің шаулары аллергияның себебі бола алады. Абай болыңдар. Әрине, уайымдамаңызшы, айтты балалар. Балалар өзенге келіп, қармақты өзеннің жағалауына қойып, ilмекке құрты салып, қармақтың жібін суға тастады. Олар күн бойы күтті. Еш нәрсе ауламады. Біз босқа уақыт жоғалттық, деді бір томпақ көрінетін, пішік мұрын бар, сопақ лақап атты бала. Біз артқа бос қолымызбен қайта алмаймыз, айтты оның досы. Сұңғақ қыр мұрынды бала лақап атты арық. Енді не істейік? Күте беріңдер. Бала жейдені шешіп, суға бармақ еді. Келесі сәтте ол орнынан ыршып, ойбай, ойпырмай, мені әлдекім шағып кетті, айғайлады ол, қолына шешіп ұстаған жейдесімен өзінің жалаңаш денесін сабалап жатқанда. Басқа бір бала жерге еңкейгеннен соң бір нәрсені жерден көтеріп алды. Қарашы жігіттер, міне соны екен, ол арықты шағып кетті. Біз оны ilмекке саламыз. Табылған ақыл. Сопақ сонаны ilмекке салып, қармақтың жібін қайтадан суға тастады. Бір минуттан кейін қалықты суға батып, судың бетіне қалықтап бере бастады. Балық шоқып жатыр, сыбырлап айтты арық. Бәрекелді, деді сопақ, балықты судан тартып аулағаннан кейін. Күн бата бастады. Өзінде керемет уақыт өткізіп, балалардың амалсыздана үйге қайтару уақыты келді. Олар соқпаққа шыққаннан соң, сопақ мақтан тұтқанымен жалғыз балық ілген жібін білегіне ілдіріп салды. Түн түскенге дейін балалар үйге қайтты. На рыбалке. Когда дети собирались на рыбалку, мама сказала им: укусы некоторых насекомых могут вызывать аллергию, будьте осторожны. Конечно, не волнуйтесь, ответили дети. Они пришли к реке, поставили удочки на берегу, насадили червя на крючок и забросили леску в воду.
Они прождали целый день, ничего не поймали. «Мы зря потеряли время», — сказал курносый, круглолицый мальчик по прозвищу Сопак. «Мы не можем вернуться домой с пустыми руками», — сказал его друг, долговязый, с острым носом пацан по прозвищу Арык. «Что же нам теперь делать?» «Подождите-ка». Пацан собрался снять рубашку и зайти в воду. В следующее мгновение он подпрыгнул на месте и закричал: «Ой, ой-ой-ой! Меня кто-то укусил!» Он начал хлестать себя по голому телу рубашкой, которую держал в руке. Другой мальчик нагнулся и поднял что-то с земли. «Смотрите, ребята, это слепень! Это он укусил Арыка! Мы насадим его на крючок! Отличная идея!» Сопак насадил слепня на крючок и снова забросил удочку в воду. Через минуту поплавок ушел под воду и снова всплыл. «Клюет!» – прошептал Арык. «Поймалась!» – сказал Сопак, вытаскивая рыбу из воды. Солнце начало садиться. Дети отлично провели время на реке. Но ничего не поделаешь. Пришла пора возвращаться домой. Когда они вышли на тропинку, Сопак с гордостью повесил на запястье леску с единственной пойманной рыбой. До наступления темноты дети вернулись домой.